Достар сәлем, бүгін сіздерге мен мерекелік салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Дастарханның түрін әдемі ашатын болады және де дәмі өте керемет. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай сіздерге тунец балығы немесе консервадағы балықтарды қолдансаңыздар болады. Оның үстінен пиязды 4 бұрыш қылып турайсыздар, немесе майдалап турауға да болады. Одан соң майонезді бетіне жағып шығамыз. Қайнатылған картопты теркадан өткізіп, осы майонездің үстінен қойып шығамыз. Енді кішкене тұз сеуіп шығамыз, одан соң майонез жағамыз. Енді қайнатылған сәбізді теркадан өткізіп, осылай ұзынша әдемі қылып видеодағыдай қойып шығамыз. Қайнаған жұмыртқаны ағын теркадан өткіземіз. Екіге бөліп, біріншісін ағын осылай қойып шығамыз, екіншісін қызылшаны сумен бірге араластырып, осылай қоямыз. Одан соң көк пиязды қоямыз және де жұмыртқаның сарысын әдемілеп қойып шығамыз. Енді қызылша мен кукурузаны әдемілеп қойып шығамыз. Сонымен біздің салатымыз да дайын болды. Міне біздің өте әдемі дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жақындарыңызға және қонақтарыңызға дайындап беріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет.